Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Микос. Бүгінгі видеода сендерге алда Free Fire'да қандай жаңалықтар және де қандай халявалар болатынын айтып кететін боламын. Ендеше көпсіз бой видеоны бастаймыз. Енді достар, міне скриншотты көрсетіп отырмын сендерге. Бізде бірінші жаңалық ол мынандай спорткарға бір керек емес скин шығатын болып жатыр достар. Иә, кім донатор сол алғысы келсе сол алсын. Иә, скоро біздің регионға шығады. Ешкімге шықпаған, бірақ летний новости болды. Иә, жазда шығады деп жатыр. Иә. Так, достар, біздің екінші жаңалығымыз бұл мынандай стенка шығады. Я бұл пропустан беретін сияқты, себебі ана түсіне қарап, түріне қарасам, июндегі пропусты или июльдегі пропусты оятып тұрыпты. Я достар, осындай пропускта болады деп ойлаймын, или пополнениеден беретін шығар. Енді достар, құдай қаласа көре жатармыз өзіміз. Құдай қаласа көреміз енді қалай шығады, немен шығады. Енді үшінші жаңалығымызға кеттік. Төртінші жаңалығымыз бұл тағы да стенка, мынандай қызыл стенка. Иә достар, бұны бізде неде беретін сияқты, пополнениеге или предзаказға береді ау деп ойлаймын. Пропустың, осындай, короче, новости шығатын болады, осындай стенка шығатын болады, қып-қызыл әп-әдемі. Осыны алып қалуға тырыссаңыздар болады. Әдемі екен түрі, былай қарасам маған ұнады, чем біріншісіне қарағанда. Ендеше төртінші жаңалығымызға кеттік. Ал енді достар, төртінші жаңалығымыз бізде осындай АВМ шығатын болады. Көрінер көрінбес, көрінбей тұр ма білмеймін. Скриншотқа түсіріп қарап алсаңыздар болады. Келесі обновада осындай нені қосатын болады. Бұл, по-моему, джекпоттан шықпаса да пополнениеден шығады деп ойлаймын достар. Енді құдай қаласа, енді өзіміз болсақ көреміз ғой, короче. Құдай көрсетер. Енді осындай то есть АВМ шығатын болады достар. Ендеше бесінші жаңалығымызға кеттік. Ал бізде бесінші жаңалығымызда осындай 16-17 сезонның мастер золотоның киімдері шығатын болады. 16 сезонында ковбойский болады, 17 сезонда пуховиктер шығатын болады. Сары пуховикті золотоға аласыңдар. Күшті ғой, күшті осылай пуховикті алғым келіп жүр. Өкінішке орай мен Free Fire'ға кіре алмаймын. Ал ендеше 6-шы жаңалығымызға кеттік. Ал енді достар, 6-шы жаңалығымыз бізде кез келген столда осындай катананың несі қойылуы мүмкін. Какой-то вещь жатады үстінде, бірақ ала алмайсың. Короче, сәнділікке қойып қойған ғой, короче, Free Fire'дың шығарып қойған бас жетіп жатқан сондай екен. Енді бас жеткеніне шейін көреміз енді. Free Fire шықты, хотя бы әдемі болып тұрады енді. Ал енді 7-ші жаңалығымызға кеттік. Ал енді 7-ші жаңалықта достар, бізде мынандай машиналар болатын еді ғой, әр жерде жататын ше. Сол машиналардың типтері өзгеретін болады. Және де машина жатпайтын жерлерге де машина қосатын болады. Автобус қосатын болады. Автобусты бірақ оған міне алмайсың, әшейін сәндікке тұратын болады. Бұл әшейін тұратын, взорванный болмаса да әшейін тұратын бір машина болатын болады. Ал енді 8-ші жаңалығымызға қаратай кеттік. Ал енді 8-ші жаңалығымыз достар, бізде мынандай элите пропуск шығады. Июньнің июльдің элите пропусктар деп тұрыпты. Или июньнің пропускымен ана екеуі алмазын джекпот болатын болады. Біле білсеңіздер, осыдан ровно бір жыл алдын, 11 айдай алдын осындай шыққан еді, дәл осындай формамен шыққан еді. Бірақ ол кезде маған вообще ұнаған жоқ. Ол кезде бірақ администраторларға ұнамаған соң разработчиктер біздерге оны тегін қылып шығарып берген болатын. Сапетямен тегін қылып шығарып берген болатын. Енді мынандай артына сол фонды қойса да әдемілеп істепті. Молодец, красавчик, Кореяның разработчиктері тырысқан екен, көрініп тұр. Енді бір қолдап кетейік, лайк басып осы видеоға. Ал ендеше біз 9-шы жаңалығымызға кеттік.
Ал енді 9 жаңалыққа келсек, мынандай 6 оқтық дробовиктер болды ғой, М1014-терге осындай скиндар шығатын болады. Офигенный скин, бірақ маған кішкене ұнаған қарамай төпті. Оның оның түрі эффекттерін білмеймін, қандай болатынын, несін способнысын, бірақ мынандай эффектте болады деп шығарып тұрыпты. Міне қарасаңызда мынандай болып бітті. Ең астында фиолетовый, ең жаманы, қазір тұтаңыздар, ең бірінші тұрған қызыл, ол ең қымбаты, яғни осындай болып шығатын болады достар. Ал енді 13 жаңалығымызға кеттік. Ал енді 13 жаңалықта мынандай екі не болады, екі деревья удачи болады достар. Анау не бар емес, стартовый остров болады ғой, бірінші кірген кезде 30 секунд күтіп тұрасың ғой, игроктарды жиналып аласыңдар ғой, медаль көрсетіп тұратын жер. Сол жерге қойып, ең көбі 5 алмаз или бір 20-30 тиыннан алуға болады достар. Осындай шығатын болады, короче. Осыны сатып алуға да болады 20 алмазға, енді бізде 25 алмазға шығады. Енді де халяваға да береді деп ойлаймын. Бұл екеуі енді аса маңызды, енді керек емес новости екенін білемін. Сонда да болатын нәрсе айтпады деп жүрмеңіздер. Ал ендеше 11 жаңалығымызға кеттік. 11 жаңалықта, айтып кетпестен бұрын, сендер білейсіңдер, Индонезия регионына және де бірнеше регионға, почти барлық регионға алогты 80% жеңілдікпен 99 алмаз, яғни 100 алмазға беріп атқан болатын. Бізге әлі шыққан жоқ, бірақ ол жазда шығады деп ойлаймын. Бірақ дегенмен бізде қазір жаз енді басталып жатыр, ал Индонезияда уже жаз өтіп кетті. Жазы өтіп кеткен соң барып бізге берді деп ойлаймын. Бұл жақын аралықты беріп қалу керек. Егерде бізге шықпаса, обидно, братандар, обидно ғой. Короче, осындай шығатын болады. Явно бізде шығады, 90% нем бар, уверенмін. Достар, осындай шығатын болады. Ал енді 12 жаңалығымызға кеттік. Ал енді 13 жаңалығымыз достар, мынандай болатын болады. Пропусктың, бұл июньнің емес, қателеспеңіздер, июльдің пропускында осындай болып шығатын болады достар. Июльдің пропускында мынандай, короче, заттар болатын болады. Скар, дробовик, енді олар особо керек емес. По-любому способность болмайды. Парашют болатын болды. 2 фон, 3 аватарка, және де офигенный доска, мынау білмеймін, сары невәлі екенін. Гранатаның скені болуы мүмкін. Төбеде тұрған медальдің суретін қараңыздар, қандай әдемі. Енді астында мына жерде сары сүм, қызыл қара араласып тұрған сумка, бірақ ортасында ақ болып қалған деген түсінбедім бізді. Міне екеуі июльдің пропусығындағы екеуі ұл мен қыздың несін қараңыздар. Офигеть, әдемі ғой сол. Короче, енді 14 жаңалығымызға кеттік. Достар, бізде 14 жаңалық деген жаңалық емес, бұл жаңалық дегенде жаңалық емес, достар. Бұл халява болатын болады, достар, халява. Бұл халяваны қалай алу керек екен десеңдер, мынандай топты жинайсыңдар, сосын лиловый скарға айырбастайсыңдар, офигенно. Кейін магический куб, фрагмент куба, кейін алмаздың джекпот, мынандай свинья, мынандай парашют. Достар, ең бастысы мынау Гарена, не болады ғой Гаренада, мен не дейтін еді, Гарена жыл мезгілге қарап шығарған жақсы көреді, достар. Мысалы, қыста қыстың нәрсесін шығарады, жаздың нәрсесін шығарады. Біздің немізге қаратай шығарып отыратын болады, достар. Сол себепті бұл тағы летіне осындай болып шығатын болады. Өткен жылға таяғы туры бұл кезде басқаша болған. Мынау тұрған шетінде тұрған киімді бізге берген болатын. Купальныйды берген болатын.
Ал енді осымен видео аяқталды достар. Сау болыңдар, аман болыңдар. Сіздермен болған мен Мико. Я, енді тағы да ескерту, бұлардың біреуі болмай қалса маған звондап жатпаңдар. Давайте.